Петропавлдағы көркем өнер лицейінің тәрбиеленушісі Камила Түкенова халықаралық байқаудан жүлдемен оралды. Қазақстан, Тәжікстан, Қырғызстан және Өзбекстан елдерінен қатысқан жас суретшілердің ішінен солтүстік Қазақстанда көрен 3-ші орынға ие болды. Дипломатпен әріптесім Аманжол Нұртазин тілдесіп қайтты. Камила Түкенованың бейнелеу өнерімен айналысып жүргеніне 3 жыл болған. Аз уақыттың ішінде 15 жасар жеткіншек бірнеше сайыстарға қатысып үлгерген. Биыл жас суретші стендтік жанрдағы жұмысын Алматы қаласына жіберген еді. Нәтиже жаман емес. Біріккен ұлттар ұйымымен әлем жақсара түседі тақырыбында өткен байқауда Камиланың туындысы 3-ші орынға лайық деп танылды. Менің суретім өмір ағашы деп аталады. Біздің мемлекетті мен бейбітшілік орнаған үйге теңедім. Яғни еліміз ағашта орналасқан. Ал барша әлем тынық мұхитпен көк түсті аспан іспеттес. Мұндай идея маған кенеттен келді. 2 ай ойланып, ойымды қағаз бетіне түсірдім. Гуаш және акварель бояуларын қолдандым. Жақсы шықты. Алматы қаласындағы ЮНЕСКО-ның кластерлік бюросының ұйымдастыруымен мұндай байқау алғаш рет өтті. Жас қылқалам шеберлерінің сайысына барлығы 500-ге жуық суретші қатысты. 12 мен 17 жас аралығындағы балалардың еңбектері 3 аталым бойынша бағаланды. Цель конкурса – это знакомство казахстанских детей. Байқаудың мақсаты қазақстандық балаларды Біріккен ұлттар ұйымының жұмысымен таныстыру және мақсаттарын айқындау. Сондай-ақ сайыс барысында балалар өздерінің бейбіт ел жайындағы ойларын қағаз бетіне түсіре алды. Айта кеткен жөн, бұл байқаудың қорытындысы қазанның 27-сі күні жарияланған болатын. Камиламен бірге 128-ге жуық адамның жұмысы жоғары бағаға ие болды. Бүгінде жас суретші бұл жетістігімен шектелмек емес. Аманжол Нұртазин, Ерлан Қалиев, ақпарат.